Қыздар әңгімені омырау отасынан бастайықшы. Енді балалы болғаннан кейін қыз күніндегідей омырау енді болмайды. Иә, балалы боласың, оны емізесің, ол өзінің пішінін сақтамайды. Енді қазір мынау омыраудың мамопластика дейміз ғой, сол отаның арқасында қалпына келтіруге болады екен. Ол да Жанат, соған қарағанда қарсы емес ау тегі. Жоқ, енді менің ойымша онда тұрған ештеңе жоқ, ешқандай оның зияндығы болмаса, жақсы емес қыздай болып жүресің. Саналы түрде пышаққа кіру қалай ол мына миға сыймайтын дүние ғой? Жоқ, енді заманға сай болу керек қой, мысалы. Сұлулық үшін жан пида дейді ғой. Сұлулық үшін жан пида. Сұлу болам деп, артық қыламын деп жүріп тыртық қылып алмасаң. Негізі таңғалатын шығар көрермен. Мен де қарсымын. Ойпырмай. Мен қарсымын. Мен Жанатқа қазір таңғалып отырмын, шынымды айтсам. Енді сен сұлусың, Жанат, сен қалай Мен сұлу емеспін ба? енді көңілім толмай жатыр өзіңе. Жоқ, сен жаңағы баланы еміздің, дұрыс, мен Жанатты бір жағынан түсінемін. Баланы емізді, дене бітіміндегі кішкене бұлшық еттер босаңсыды. Іші созылды ғой. Бірақ мен қарсымын. Менің ойымша, екі қабат кезде өзіңді жаңағы ішмайлар жағына, ішті созылмауына, омыраудағы мына бұлшық еттердің созылмауына арналған арнайы жаттығулар жасап отасыз. Ой, не істесең де ол созылып кетеді. Енді кезінде көрерміз, бәлкім сөйтерміз, жаттығу жасармыз. Бүйтіп жасау керек. Соны басымнан өткіргесін жасасаң жиналады. Онда тұрған ештеңе жоқ, менің ойымша. Күйеуің рұқсат берем, айналайын. Мына жерде сайрап отырсың. Енді ол күйеуіне айтады дейсің ба? Күйеуіне айтпай өлдірейін деп отыр ғой. Қыздар кәдімгідей дау-дамай туғызды ғой бұл тақырып. Олай болса, ортамызға қонағымызды шақырайық. Айжан Байзақова ота жасатып, сұлулы болдым деп есеп. Айжан Байзақова омырауын үлкейткелі танымалдығы артқан әлеуметтік желі жұлдызы. Пластиканың кез келген түрін қолдайды. омырауыңызға жасаттым. Размері қанша? 3-ші размер. Бір нешінші? Айтпай. Кішкентай болмасында? Иә. Ұнамады. Маған ұнамайды. Айжан, мен енді бұл мамопластика деп аталады ғой. Мен бұны қолдап отырған себебім, мен енді балалы болғаннан кейін бізді пішіні, бала емізгеннен кейін пішіні жоғалады енді омыраудың. Енді сіз әзірге тұрмыста емессіз. Жоқ. Сонда мақсат қандай болды деймін да? Біріншіден орысша айта аламын. Мен қазір тұрмыс құруды жоспарлаған жоқпын. Сондықтан оның зиянды болуы мүмкін екендігі ойыма да кірмеді. Менің дәрігерім оның еш зияны жоқ екендігін айтты. Тіпті тұрмысқа шығып баланы емізген кезде де, яғни баланы емізе беруге болады. Әнеки, бала емізуге болады. Олар айта береді. Олар ақша алу керек, сосын сен әрі қарай бала туасың ба, тумайсың, бұны қайтын аласың. Жоқ, апедем оқаңызшы. Жоқ, апедем, жасың нешеде? 22-де. Жаным, көп кішкентай болып, саған емшек керек. Дене қандай әдемі, ешқандай артық ештеңе жоқ. Мына осы кеудеңе мына ота жасатқанда ата-анаң, бауырларың ештеме демеді ме? Бастапқыда анам қарсы болды. Ол онсыз да омырауың әдемі деп айтты. Сол үшін ота жасатуының себебін сұрады. Мен бірақ бір нәрсені ойыма алсам, оны міндетті түрде жасайтын адаммын. Тіпті бұл расымен де зиян десе де бәрібір жасар едім. Сол омырау жасатқаннан кейін өліп қаласың десе де істете бересің сонда сен. Айжан, бір сұрақ қояйыншы. Мен Айжанды көрсем, соны сұрайын деп өзім ойлап жүредім. Сіз енді әлеуметтік желіде, Инстаграмда белсендісіз, оны жасыратыны жоқ. Қай парақшаны ашсаң да, басында кімнің Айжанның видеосы тұрады. Енді сіз ашық-шашық сөздің жасыратын ештеңесі жоқ, видеоларды қоясыз. Бірақ шынайы өмірде сіз сондайсыз ба? Менің ойымша Айжан шынайы өмірде басқа сияқты. Ол сіздің танылу үшін жасалып жүрген имиджіңіз ба, жоқ әлде расымен сондайсыз ба өмірде? Пиарман. Мені шынайы өмірде танитын адамдар менің Инстаграмда мүлдем басқа екендігімді айтады. Бәсе, мен де солай ойладым. Мен мінсіз және жақсы адаммын деп айта алмаймын. Мен қыздардың 80% жасайтын дүниені көрсетемін. Біздің қыздардың 80% темекі шегеді, ішімдік ішеді. Олар бұны жасырынып жасауы мүмкін, бірақ бәрібір шегеді, ішеді, боқтайды. Мен осыны көрсетемін. Шынайы түрде дейсіз ғой. Қаншама мысалы комментарий жазылып жатады, біреуі жақсы, біреуі жаман жазып жатады, ешқайсысына мән бермейсіз ба, Мен оқисыз ол ба? пікірлерді оқимын, бірақ мән бермеймін. Себебі шынайы өмірде маған ешкім келіп жазған дүниесін бетіме айтқан емес. Көбісі қорқытады, өлтірем, пышақтап кетем деп жазады. Менің күзетшім де оққа қарымда жоқ, жақындап келіп өлтірсе болады, бірақ ешкім олай жасамайды. Убивать, но никто не делает этого. Сонда Айжан, мен көрмеппін, Айжан сонда шешіне ма не істейді? Енді 100% шешінбесе де бір 80%, 90% шешінген Енді видеолар купальникпен шығатын боларсың, да? Қыздар, видео көрейік. Айжанның Инстаграм парақшасында. көрейік.
Чемпиондар лигасының финалы соңғы рет қай жерде өтті? Стадион Millennium Кадесиц. Сені сүйейін. Одан да анарларыңызды ұстайын. Не айтты ол? Одан да омырауыңнан ұстайын деді. Бәріне сәлем, сіздермен Әсел Алян. Мен Айжан Байзақова. Бүгін біз ересектерге арналған сауалнама жүргіземіз. Кім жеңеді деп ойлайсыз? Альварес. Альварес, неге? Өйткені Альвареске сенемін. Көрейік. Ол оң қолмен өте жақсы ұрады. Және корпуста мықты. Бұл имидж емес, бұл менің өмірімде жиі жасайтын ісімнің бірі. Мен жаман әрекет жасап жүрмін деп есептемеймін. Жасаған ісім өзіме ғана кесірін тигізуі мүмкін. Сіз былай қылымсып, өтіріп күліп, бірақ тірлігі сөзі басқа, тірлігі басқа адамдарға, мысалға, жасайтын сияқты да, неменесіне өтірік болсын, одан да Шынайы бол. Шынайы бол деген бір Қандайсың, сондайсың сияқты да. Егер нашар адам болсаң, шын бейнеңді көрсет. Ал жақсы болсаң, сәйкесінше. Ал бірақ енді көз түседі деп ойламайсыз ба? Тура мағынасында. Және көз тиеді деп. Көз тиеді. Я просто... Мен ырымшыл емеспін, тіл көз тию дегенге сенбеймін. Меніңше әр адамның өзіне байланысты. Айжан, түсінікті, әке шешеңіз бар ғой? Я бар. Олар қаланың адамдары, Иә. Яғни ешқандай жаңағы әке шешеңіз омырауыңызды көрсетіп жатқанда, темекі шегіп анау сияқты бір видеолар салып жатқанда, әке шешеңіз айналайын деп айтпай ма сонда? О бастан ата-анам қарсы болды. Олар менің видеоларымды бірінші рет көргенде өздерін жайсыз сезінді. Мен әке-шешем көзінше боқтамаймын. Олар Инстаграмнан көреді. Олар Инстаграмнан көреді, сол үшін оларды бұғаттап тастадым. Мен Инстаграмнан көрмесе өмірлерде тыныш болады. Ағаларыңыз жоқ. Үлкен ағаларым жоқ, әпкем және інім бар. Мына жағыңызға жасайсыз ба, или жасадыңыз ба? Жоқ. Жасау ойда бар ма? Дженнифер Лопес сияқты болғыңыз келмей Иә, ме бұл енді? жоспарда бар. Бірақ барлығы рет-ретімен болуы тиіс. Меніңше жылына 2 отадан артық жасауға болмайды. А сіз екеуін жасап қойдыңыз? Иә, мен ерніме ота жасаттым. Ал енді мама пластикаға көшсек, қалай жасаттыңыз, неше күнде, қандай сезімдесіз, Иә. оған дейінгі, одан кейінгі? Қанша тұрады деген сияқты. Пластикалық отадан кейін өмір түбегейлі өзгерді. Неге? Біріншіден, өзіңді әлдеқайда сенімді сезінесің. Да, можно. Айттым ғой Жаке. Да. Өзіңізге сенімділік береді. Негізінде маған ота жасату қорқынышты болған жоқ. Мен ота жасатуға бел будым, клиниканың көмегіне жүгіндім, біз осыған дайындалдық. Мен әшейін келдім де ота жасата салдым. Қазақстанда ма, или Кореяда ма? Осында Қазақстанда. Бағасы қанша тұрады? Бағалар түрлі болады. Мысалы, менің омырауымның бағасы 1,5 миллион. 1,5 миллионның имплантын салып жүр екенсіз. 1,5 миллионда. Сонда оған ақшаны кім берді сізге? Бір жағынан Инстаграм табыс көзі болып табылады. Яғни біз Инстаграм арқылы ақша табамыз. Қазір ол қомақты ақша. Бұл ең жеңіл табыс көзі деп атауға болады. Жарнама жасау арқылы сыйақы алып отырамыз. Сіз сол үшін де бір жағынан ойыңызға не келеді, соны жасап жүрсіз, иә? Ақша жақсы табу үшін. Бизнес Инстаграмның Бизнестің көзі бизнес болып тұрған. Солай деп айтуға болады. Сіздер білесіздер ме, омырауды үлкейтуге арналған ең алғашқы ота 1895 жылы жасалған екен. Неміс хирургы Винсенс Черне кеудесіндегі ісігі бар әйелдің сол жақ төсін жартылай алып тастап, орнына арқасындағы тері асты май қабатынан шыққан қатерсіз ісікті, яғни липоманы салады. Бұдан кейінгі 70 жыл бойы хирургтер сүт безінің орнын толтыру үшін не қолдануға болатынына бас қатырады. Сөйтіп, имплант ретінде парафинді, губканы тіпті ара балауызында қолданып көреді. Сөйтіп, тек 1960 жылы Хьюстонды хирург Фрэнк Джерроу қазіргі силиконды имплантты ойлап табады. Ана Айжанның кеудесіндегі. Айжан, сол кісіге қол соғып жіберіңізші. Менде мынандай бір сұрақ туындап тұр, заңды сұрақ. Омырауыңыздың сезімталдылығы жоғалған жоқ па? Бола ма? Гүлназ жақын Бола отырсыз. ма көруге? Да. Көріңіз. Көрермендер шашым жұлып алмасын. Жәкеңді стап көргісі отыр, Жәке. Қорқам жарып кетемін. Осындай Сезімталдылығы бар ма, сезесіз ба бір нәрсе? Да, нет. Барлығын бұрынғыдай сеземін.
омыраудың ішінде бірдеңе бар екендігін сезбеймін. Мен тура осы омыраумен туылғандаймын. Ота жасалғанға дейінгі және одан кейінгі өмір деп бөле Біз алмаймын. ескінің адамымыз ғой Айжан. Ана ұшаққа отырсаң жарылып кетеді екен, үйтеді екен, бүйтеді екен деген сөздер бар да. Ондай жоқ па? Жоқ, уақыт өтіп жатыр, барлығы өзгеріп жатыр. Сонда да ұшаққа отырғанда байқап отырасыз. Жоқ, қорықпаймын. Ал жігітіңіз бар ма? Жоқ. Қыздар сұрақты Айжанға төпелей бермей, пластикалық ота жасайтын маманнан сұрай, хирургтен. Ортамызға шақырайық. Шыңғыс Сержанұлы. Шыңғыс Сержанұлы, пластикалық хирург, адамның өзіне сенімділігін арттырып, бақыт сыйлап жүрміз деген пікірде. Қош келдіңіз студияға. Қош келдіңіз. Сонымен Ұшақта жарылмай ма дейсіз? Иә, имплант ұшақта жарылама, буф деп Жоқ, жарылмайды. Ең үлкен тәжірибе имплантты 9-шы этаждан лақтырады. Имплант ешқандай жаңағы өзгеріске ұшырамай, бір қалыпты тұрады. Айжан, сіз өзіңіз таңдадыңыз ба енді имплантты, әлде сізге ұсынғанды алдыңыз ба, әлде зерттеп барып бардыңыз ба? Маған осы импланттарды таңдау жайлы кеңес берілді. Шыңғыс Сержанұлы бұл импланттар жайлы айтып берді. Сондықтан біз дәл осы түрін таңдадық. Сіз ғой жасаған сонда, иә? Қандай түрлері бар? Сонда бөліне ма сонда импланттар әлде қалай? Бағасы әртүрлі Қазіргі дейді. уақытта импланттар формасына байланысты екі түрге бөлінеді. Домалақ және анатомиялық. Анатомиялықты тамшы ретінде осы қиғаш келетін импланттар болып саналады. Ал Айжанда тұрған имплант ол домалақ имплант, бірақ өзінің жұмсақтығы арқылы кішкене қиғаш келеді. Бала көтереді, мысалы. Сонда сол ішінде жаңағы силикон жүре бере ма? Сүт қалай шығады одан? Ал сүт қалай шығады? Маған бір нәрсе берсеңіздер түсіндіріп беретін. Мен былай түсіндіріп кетейін. Міне біздің қабырғамыз. Қабырғаның үстінде имплант тұрады, ал импланттың үстінде сүт безі тұрады. Сүт безі мен импланттың екеуінің арасында қатынас болмайды. Сондықтан да болашақта бала емізу, бала көтеру проблемасына ешқандай туындамайды. Имплант бар. Оның үстіне емшегің сүтке толады. Иә, соны Сонда ол емшек байғыз 5 келі ме? Жоқ. Белің айырылады. Соны айтам. Мен негізі олай жанды қатты үлкейгенін ешқашан көрмеппін. Неге десеңіз, имплантсыз сүт безі осындай бір орында жиналып тұрады. Кеуде аймағында. Ал имплантқа орналастырғаннан кейін сүт безі жайылып, сүт безі деп есептейді. Сүт безі жайылып, бүкіл импланттың бетінде айналып жатады. Сүт келген кезде тура осылай үлкейеді, тура осылай кішірейеді. Ал енді сүт безі имплантсыз болса, осы қалпында үлкейіп, одан кейін барып кеңейеді. Осы кезде ары бері қозғалыс пайда болады. Сондықтан да көп сүт келген қыздарда, әйелдерде бала емізіп болғаннан кейін кеудесі салбырап қалатын себебі сол. Өйткені өте көп сүт келген кезде центр тяжести жоқ. Төменге қарай тарта береді. Ол сонда мәңгілік имплант енді қараң, сонда имплант салған келіншектердің емшегі ертең салбырамайды деп айтқыңыз келіп қой. Ғылыми дәлелдер бойынша силиконды импланты бар омырау силиконсыз болған омырауға қарағанда салбырауы төменірек болады. Өйткені дәнекер тін өте мықты болады. Ал неше жылға жетеді бұл имплант сонда? Қазіргі уақыттың импланттары мәңгілік. Ертең 80-ге келгенде естіп отыра ма? 80-ге келгенде солай отырғанның өзі өте әдемі ғой. Жоқ, отыра ма деймін сол. Айына шамамен қанша адамға жасайсыз? Әр қалай. Кейде 10-12 адам айына, кейде 20 адам айына. Ол енді сонда қалай мен түсінбеймін, мына бүкіл біздің қазақтың қыздары емшексіз туылып жатыр ба? Жоқ, Обыр қалып келмей ма раққа? Жоқ. Жаман ауруға. Жоқ. Ғылыми зерттеулерге, дәлелдерге сүйенсек, силиконды имплантпен омырауды үлкейту ешқандай обыр қалып келмейді. Ең үлкен размер мен ең кіші размерді айтып жіберіңізші көкіректің. Соңғы мен қойған ең үлкен размер бұл 4,5-5 болды. Айжандікінен үлкен, иә? Үлкенірек. Сіз Ал ең кішкентай 1,5-2. ал жалпы өмірде қанша болады? 3. Кездеседі. Көбісі 3. мен сұрақ қояйыншы, рұқсат па? Ал сіз Құдайдан қорықпайсыз ба? Мен де соны сұрайын деп отыр едім. Бірінші адам, ал екіншіден дәрігермін ғой. Ең бірінші дәрігердің
критерий не навреди дейді. Істеп жатқан нәрсем егер де адамға зиян алып келмей жақсылық алып келсе, мен ойламаймын, мен ол күнә емес деп ойлайсыз, иә. Егер де мен өзім қолыммен зиянды жасап жатсам, әрине оған жауап беру керек. Шыңғыс Сержанұлы, жұбайыңыз бар ма? Жоқ. Сіз жұбайыңыз кейін ернім жасатам, көкірегім жасатам деп Айжан сияқты айтса жасай ма едіңіз? Егер де керек болса жасаймын. Айжан, Қазір айтып отыр. Ол айтады, айналайын, уақытым жоқ саған. миллион қайда жатыр Басқа деймін. келіншектерге ота жасап, ақша жасайын. Сен маған осындай ұнайсың дейді. Айжан, сөзге тартқым келіп отыр. Айжан, енді сіз операция жасаған сізге ер адам. Ыңғайсызданған жоқсыз ба бастапқыда? кішкене ұялдым. Әрі өзіңіз бойдақсыз. Ол кісі де бойдақ екен. Екеуіңді осы жерде қосып жіберейік онда. Өз жасағаныңды рахатын өзің көр. Ол неше адамның рахатын көріп кетеді, неше адамдар жасайды. Жоқ, екеуі де ойлап қой. Жасың нешеде? 32-те. Сен 22-де. Осы жерде той жерді айтып жіберейік онда. Айжан, имплантты кейін алуға бола ма? Болады. Басқасын салам десе де бола ма? Ол имплант өзгеріс тұра бере ма сонда? Өзгеріссіз тұрады. Айжандағы қай жеріңіз жасатар едіңіз? Жасайсыз, жоспарда бар. Көзімді, құлақ пен мұрынға ота жасатқым Қорқыныш келеді. сезімі Тұра тұр. қайтты. Айжан, сонда сен отырып алып тапқан ақшаның бәрін, құлақты жинау, мұрынды жинау, көзді жинау, сосын бір тағы жерме тиіспеген. Бұл менің ойымша бұл ауру сияқты. Азарт. Мына табиғатқа біз қарсы жұмыс істеп жатқан сияқтымыз. Егер бізді Құдай қалай жаратса, солай жүру керек болса, онда ол бізді жалаңаш етіп жаратты. Біз онда өміріміздің соңына дейін жалаңаш жүрейік. Егер бұл мені бақытты етсе, онда неге олай жүрмеске? Жәке, біле білсеңіз, әлем бойынша 1 миллион адам, 1 миллион әйел мамопластика жасатқан екен. Мен барлық адамдар ота жасатсын деп айтпаймын. Егер өзің қалап тұрсаң, онда сен ота жасатуың қажет. Бұл сені 10%-ға болса да бақыттырақ етсе, онда мүмкіндік болған жағдайда неге жасатпасқа? Мен өзімді керемет сезінемін, еш жерім ауырмайды. Ауырмасын жаным, ауырма. Ауырмабыз. Бірақ енді денең шұқылай берме. Құрметті көрермендер, енді кез келген нәрседе мөлшері деген болады. Ең бастысы азартқа кіріп кетпеңіздер. Ашық әңгімелеріңіз үшін рахмет. Көп рахмет. Алыңыз.